Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Бұл еңбек жай сөзбен емес, іспен айқындалып жүр. Жоғары біліктілік, лайықты табыс, күн сайын, жыл сайын, алып еңбегелі қалай бой көтеріп келеді. Водно-спасательную службу я пришел. Суда құтқару жұмыстарына мен 2007 жылы келдім. Негізі бұл жаққа сүңгуірлерді жинап жатыр деген хабарлама бойынша келдім. Алғашқы емтихандарды сәтті тапсырғаннан кейін жұмысқа қабылдандым. Содан соң мамандандырылған сүңгуірдің 3-ші тобына арналған емтиханды тапсырдым. Маған 3-ші класс дәрежесін берді. Қазіргі уақытта менің қарамағымда 12 сүңгуір жұмыс істейді. Олардың барлығы орталық станцияда қызмет етеді. Я отвечаю полностью. Мен күн сайынғы кезекшілік ауысымына жауап беремін. Жұмыс таңертеңгі уақыттан басталады. Яғни мен ауысымға келген барлық сүңгуірлермен қатар құрал жабдықтар үшін де жауап беремін. Шақыру жұмыстарына да маған жүктелген. Егерде адам суға батып кетсе, оны міндетті түрде құтқарып, су жағасына шығарамыз. Находим, отдаем. Ну вот, когда было жарко, ауа райы ыстық кездері күніне 1-2 рет міндетті түрде шақыртулар болады. Біз тек қалада ғана емес, облыс бойынша, яғни Павлодар облысы бойынша жұмыс істейміз. У нас область Павлодарская, она большая, не только по городу. У нас каждую субботу и воскресенье. Бізде әр сенбі және жексенбі күндері рейд жұмыстары жүргізіледі. Қауіпті деген шомылу аймақтарын түгелмен тексеріп шығамыз. Ресми жағажайларды тексерісіне өткізіп, жаднамаларды таратамыз. Суда жүзу ережелері бойынша лекциялар оқимыз. Поведение на воде. В стихийных пляжах у нас пляжей много. Қауіпті жағажайлар бізде көп. Мәселен, бізде шофер деп аталатын жағажай бар. Оған көбінесе көлік жүргізушілері барады. Алыс жолға шыққан жүргізушілер сол жерге тоқтап, суға шомылады. Ол жақта қауіпті жерлер бар. И там есть такие места опасные, да. Адамдар көбінесе құтқарушылар жүрмейтін жерлерге барғанды ұнатады. Яғни айналасында артық адамдардың болмағандығын қалайды. Міне, сондықтан олар қауіпті аймақтарға тап болып жатады. Радует то, что когда адамды құтқарған кезде көңілімізді де ерекше қуанышқа бөленеді. Тұрғындардың алғысын есту үлкен ғанибет. Өз қаламыздағы қандай да бір пайдамыздың тиіп жатқандығы қуантады. Какую-то пользу городу. На самом деле труд-то тяжелый у нас. Негізі біздің жұмыс оңай емес. Бұл салаға келетін адамдар алдымен ақылдарымен санасуы керек. Өйткені мұнда олар сүңгуірлермен, кейде тіпті мәйіттермен жұмыс істейтін болады. Және өзге де қиындықтары да бар. Өйткені қарапайым халық құтқарушыларға сеніп алады. Бірақ кейде сол құтқарушылардың өздеріне де көмек керек болып жататын кездер де бар. Бізге келемін дейтін жас жігіттер алдымен өздеріне сенімді болса екен деймін. Люди, те, которые приходят на работу устраиваться к нам, чтобы они уже были уверены, что они будут работать.